Құрметті оқырмандар, мына жағдайды қарастырыңыз. Қараңыз, бұл жағдайда мына жол-көлік оқиғасына кім кінәлі екенін анықтауымыз керек. Жол-көлік оқиғасына бұл жерде бір жүргізуші кінәлі болады, бірақ қараңыз, бір жүргізуші кінәлі екен деп, мен басты жолда екенмін деп, мысалы, сіз басты жолда болсаңыз, сіз басымдыққа ие болған жағдайларда, сіз өте 100% сенімді болмай, яғни ана көлік сізге жол беріп тұрғанына куә болмай, толыққанды сенімді болмай, жүрісіңізді бастауға болмайды. Түсіндіңіз ба? Қауіпсіздікті барлық көлік жүргізушісі сақтау керек. Басты жолдағы көліктерде және екінші дәрежелі жолдағы көліктерде. Мысалы, мына жағдайда көп адам шатасады. Бұл жерде осылай жолда келіп қалған кезде екі жүргізуші бір-бірінің жаңағы басымдық кімде екенін, кім жол беру керек екенін білмей шатасып қалады да, осылайынан келген кезде бетпе-бет олар сасып қалады. Мысалы, тез көп көліктер жүріп жатыр, осылай қиылысқа келіп қалған кезде жылдамдықпен келіп, аяқ астынан осындай жол-көлік оқиғасы орын алады. Енді бұл жерде кім кінәлі екенін анықтау үшін мына қиылыс реттелетін қиылыс па, реттелмейтін қиылыс па, соны анықтауымыз керек. Әрине, бұл реттелмейтін екенін сіз көріп тұрсыз, себебі бағдаршам жоқ бұл жерде. Енді қараңыз, бұл реттелмейтін болғандықтан жол белгілеріне қараймыз. Ал бұл жерде жол белгілері де жоқ. Яғни басымдық беретін ешқандай белгі жоқ. Енді демек бұл жерде жол ережесіне сәйкес оң жақтан кедергі деген қағидамен жүру керек. Яғни мына күлгін түсті автокөліктің жүргізушісіне, мына сарғыш түсті автокөлік жүргізушісі оң жағынан кедергі болып табылады. Ол міне солға бұрылған жағдайда оң жағынан кедергі ол сарғыш көлік. Яғни сарғыш көлікті өткізіп барып, өзі жүруге міндетті. Құрметті оқырмандар, назарларыңызға рахмет. Жолда жүрген кезде қауіпсіздік бірінші орында екенін ұмытпаңыздар.